Әдемі жазудың 5 құпиясы. Сәлем құрметті достар, сіздермен Әсемнұр. Бүгін сіздермен әдемі жазудың 5 құпиясымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әдемі жазудың бірінші құпиясы мынадай: оқушылардың жеке ерекшеліктеріне мән беріңіз. Оқушының әдемі жазуға деген ынтасы, екінші оқушылардың жай жазуы. Кей оқушылар тез жазамын деп өзінің жазуын бұзып алып жатады. Одан кейін әдемі жазуға арналған мынадай ойын түрлерін қолдануыңызға болады. Бірінші ойын түрі ғажайып алаң. Тақтаға әріп жасырылады. Мұғалім осы әріптің негізгі элементтері туралы айтып сипаттайды. Мысалы, түйе өркешіне қарайық, ұқсайды оған қай әріп. Және де әріптерді өту барысында 2 сағат уақыт беріледі. Осы уақыт аралығында әріптердің негізгі ерекшеліктерін, элементтерін толығырақ түсіндіру қажет. Екінші, әріпті тап. Әріп бір немесе 2 элементтен тұратынын барлығымыз білеміз, иә? Енді осы әріптердің бір элементін жазып көрсетіп, оқушы қалған элементін өзі тауып жазу керек. Үшінші, әріптің орнын тап деп аталатын жаттығу. Бұл жаттығуда тақтаға немесе дәптерге алдын ала сөздер жазылады. Ал оқушы қалып кеткен әріпті өз орнына қоюы қажет. Ал енді әдемі жазудың негізгі 5 тәсіліне тоқталатын боламын. Бірінші, мұғалім жазу үлгісін тақтаға көрсетуі қажет. Екінші, әуеде жазу. Мұғалім ең бірінші әріпті әуеде жазып көрсетеді. Сол арқылы оқушы әдемі жазу барысында сол әріптің қалай жазылу керектігін, негізгі формасын ұғынады. Үшінші, көшірмесін түсіру әдісі. Яғни берілген әріптің көшірмесін үстінен бастырып жазу. Төртінші әдіс, бұл бізде дайын үлгіде көшіру әдісі. Бұл еліктеу. Оқушы өзінің жазуы мен мұғалімнің жазуын салыстырады. Соның нәтижесінде ол әдемі, таза жазуға тырысады. Ал енді 5-ші тәсіліміз бұл әріптерге анализ жасау. Мысалы, А әріпін алатын болсақ, Аның кішкентай әріпі бір дөңгелектен және бір ілмешектен тұрады деп оқушыларға анализ жасап үйретуіміз қажет. Сіздермен болған Әсемнұр. Видео сізге пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.